Әмір Досжан Сарманқұлұлы 1962 жылы сәуірдің 6 күні Жамбыл облысы Свердлов ауданы Чапаев совхозында дүниеге келген. Ең алғаш еңбек жолын 1979 жылы Чапаев атындағы совхозда тоқ дәнекерлеуші болып бастаған. 1980 жылдың сәуірі мен 1982 жылдың сәуірі аралығында Кеңес армиясында әскери борышын өтеген. Сот жүйесіндегі еңбек жолын 1989 жылы Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев аудандық сотының судьясы болып бастады. 1990-1999 жылдар аралығында Солтүстік Қазақстан облыстық сотының судьясы, 1999-2002 жылдары Қарағанды облысы Теміртау қалалық сотының төрағасы, 2010-2011 жылдары Жамбыл облыстық сотының апелляциялық алқасының төрағасы, 2011-2015 жылдары Маңғыстау облыстық сотының төрағасы, 2015-2017 жылдары Шығыс Қазақстан облыстық сотының төрағасы, 2017 жылдың маусымынан қазіргі уақытқа дейін Ақмола облыстық сотының төрағасы ретінде бар күш жүгерін салып аянбай еңбек етуде. Досжан Сарманқұлұлының білім біліктілігі мен талантының арқасында сот саласында атқарған еңбегі шон теңіз. Әрдайым ізденісте жүретін, жақсылық жасаудан жалықпайтын, қолынан келген көмегін аямайтын, өз ісіне деген адалдығымен, асқан жауапкершілігімен ерекшеленетін абзал жан. Әсіресе сот жүйесіндегі медиация тәртібін халыққа ыңғайлы қолдану керектігін, көреген ақсақалдардың арқасында дау жанжалды бітімгершілік арқылы шешуге болатынын түсіндіруде ауқымды шаралар атқара білді. Бұл медиация заңы біздің қазақ даласында сонау 18, 17, 19 ғасырларда кеңінен тарады. Сол кездерде кез келген дау жанжал біздің дана билермен бітімгершілікпен шешіліп жататын. Орақ тілді, от ауызды ақсақалдарымыз Құдайға шүкір бүгінгі күнде бар ортамызда. Сол кісілерді де біз дұрыс елдің елдігімен бірлігіне қолдана білуіміз керек. Қызмет жолында атқарған қалтқысыз еңбек үшін 3-ші және 2-ші дәрежелі мінсіз қызметі үшін медальдарымен, құрмет орденімен, Астананың 10 жылдығы, Қазақстан Конституциясына 20 жыл, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20, 25, 30 жыл медальдарымен бірнеше мәрте марапатталған. Досжан Сарманқұлұлының әділдігі, ұлтжандылығы, дәстүр салтымызға жетіктігі, ана тілімізді ерекше қадірлейтін, тілге деген жанашырлығы әрбірісінен айқын көрініп тұрады. Оның сот саласында да, Ақмола облысының қоғамдық өмірінде де өз орны бар. Ел жұрттың алғысына, кемелдісімен көпшілік құрметіне бөленіп жүрген беделі биік азамат. Ата заңымызда да, одан басқа да заңдарда ата заңнан туындайтын мемлекеттік тіл қазақ тілі деп көрсетілген. Сондықтан біздің мемлекетімізде бір ғана мемлекеттік тіл бар, ол қазақ тілі. Мемлекеттік тіл оқ бойы озық тұру керек та, қалған ұлттардың, ұлыстардың тілдері осы мемлекеттің, қазақтың жалпақ сөзімен айтқанда жетегінде болу керек. Алда жалда болмай жатса, онымен құйысқан тістесіп, болмаса ары кеткенде үзеңгі тепістіріп жүру керек. Бұл әркім тілде өзінен бастау керек. Бүгінгі күн отырып алады айтады, басшы сөйлесін, бәленше сөйлесін, түгенше сөйлесін деп, айналайын, бірінші өзімізден бастайық та сұрайық жарғайсымыз. Ұятымыздың алдында, арымыздың алдында, сен үйде қай тілде сөйлесесің? Сен балаңды қай тілде тәрбиелейсің, немереңді қай тілде тәрбиелейсің? Егер сен жаңа ғана сотқа арыз берсең, қай тілде бересің? Қай тілде таңдайсың? Міне осыдан басталады. Конфуцийдің сөзін келтіріп жүрдім. Қалай айтқан керемет. Конституцияға келіп шәкірттер айтқанда сізге мемлекеттікті билеуге мұрсат берсе, не істер едіңіз? Неден бастар едіңіз дегенде тілден бастар едім. Неге деген кезде айтқан сөзі қандай керемет. Тілі бұзылған елде заңы бұзылады. Әділеттілік болмайды. Әділеттілік болмаған жерде мемлекет шіріп құриды. Мемлекеттік тілді білмейтін азаматтың Қазақстанда алды бұлыңғыр, арты құз болу керек. Сонда ғана қажеттілік туындайды, сонда ғана ол кісілер үйренеді. Досжан Сарманқұлұлы сот саласында қай кезде болмасын, өзін нағыз үлгі тұтатын азамат ретінде көрсетіп келеді. Республикалық, облыстық сот жүйесінің қоғамдық және спорттық өміріне белсене араласады. Нағыз ұлтжанды, береке бірлік десе, ел десе, жер десе жанын беретін, ана тілі, қазақ тілі үшін әр қашан шырылдап, отқа да,
суға да түсуге дайын азамат екендігін сан мәрте дәлелдеген. Құрметті съезд делегаттары, қонақтар. Дана халқымыз әділ бидің елін даураламайды, әділ патшаның жерін жаураламайды десе, ұлы даламыздың дана биі Бәйдібек бабамыз керуен басы білікті болса, түйе сазбайды, қол басы білікті болса, сарбазы тозбайды дегендей, Қазақстан жасамбас мемлекет болып қалыптасты. Қазақстанның қай өңірінде болмасын, соттың жұмысын жоғары деңгейде жүргізуі, ақылдылығы мен парасаттылығы, қарақылды қақ жарып, әркез әділ шешім қабылдауы, басшылық пен ұйымдастырушылық қабілетінің биіктігі, болашақ жастарға үлгі боларлықтай тұлға. Бүгінде Досжан Сарманқұлұлын ынтымағы мен бірлігі жарасқан, өзі басқарып отырған облыстық сот ұжымы атынан 60 жасқа толған мерейтой туған күнімен құттықтай отырып, мықты денсаулық пен шаттыққа толы өмір, әрбір атқан таңыңыз арайлы болсын деп тілейміз.